Лептин деген не? Лептин бұл заттың негізгі құрылысын құрайтын ең жеңіл элементтер бөлшектердің тобы. Оларды жеңіл бөлшектер деп те атауға болады. Себебі көпшілігі өте кішкентай массаға ие және күшті ядролық өзара әрекеттесуге қатыспайды. Лептиндар тек әлсіз ядролық және электромагниттік күштер арқылы әсерлеседі. Физикада 6 түрлі лептин бар. Оларды біз 3 топқа бөлеміз. Ең біріншісі электрон және электрон нейтроны, екіншісі мион және мион нейтриносы, ал үшіншісі тау және тау нейтриносы болып табылады. Лептиндар негізінде табиғатта тұрақсыздық пен тұрақтылықты да көрсетеді, кей жағдайларда ғана. Электрон ең тұрақты лептин, ал мион мен тау тез ыдырайды. Лептиндардың 3 ұрпағы бар. Ең бірінші буынына тоқталсақ, электрон тұрақты, теріс зарядталған элементтер бөлшек. Екіншісі электрондық нейтрино. Нейтриноның 3 түрінің бірі болып табылатын элементтер бөлшек болып табылады. Екінші буынына тоқталсақ, мион, терісі бар тұрақсыз элементтер бөлшек электр зарядымен. Екіншісі бізде мион нейтриносы. Нейтриноның 3 түрінің бірі болып табылатын элементтер бөлшек. Үшінші буын тау лептоны, теріс электр заряды бар тұрақсыз элементтер бөлшек. Тау нейтриносы бұл нейтриноның 3 түрінің бірі болып табылатын қарапайым бөлшек. Электрон зарядталған лептиндардың ішіндегі ең жеңілі болып табылады. Мион шамамен 200 есе ауыр. Таудың массасы электрон массасынан шамамен 3500 есе үлкен. Лептиндар класын көптеген бөлшектерден бөліп алу және лептиндар мен антилептиндарды нейтрино мен антинейтриноны ажырату үшін жаңа физикалық шама енгізген физикада, яғни кванттық физикада. Яғни оны L деп енгізілген. Мына жерде бізде кестеде көрсетіліп қойған суретте, яғни кварк лептиндар деген секілді. Яғни лептиндарды жаңағы алдында айтып кеткендей, тау нейтриносы, мион нейтриносы, электрон және электрон нейтриносы деп бөлген. 3 жұпқа, 2 екеуден. Анықтама бойынша енді барлық лептиндар үшін плюс 1-ге тең, барлық антилептиндар үшін минус 1-ге тең, ал қалған бөлшектер үшін бірыңғай 0. Осылайша антинейтрино нейтринодан лептин зарядының белгісімен ерекшеленеді деп айтуға болады. Лептиндар 3 отбасына 3 лептиндық дуплетке бөлінеді. Электрон және электронды нейтрино, электронды дуплет. Мион және мион нейтрино, мион дуплеті. Тау лептин және тау нейтриносы, тау дуплеті деп 3 дуплетке бөлінеді. Болашақта әрбір лептиндық дуплет үшін өзінің зарядын енгізу қажет болады. Барлық өзара әрекеттесулерде тек лептин ғана емес, оның әр компоненті жеке сақталады деп саналады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай электрондық заряд, мион заряды, тау зарядтары. Элементтер бөлшектердің негізгі кванттық қасиеттерінің бірі әртүрлі процестерде туылуы және жоғалу қасиеті бар. Лептин зарядының сақталу лептиндардың жалғыз жоғалып туа алмайтындығын білдіреді. Алайда олар мұны бөлшек антибөлшек жұптарында жасай алады. Осылайша олардың жалпы лептиндық заряды 0-ге тең болады. Лептиндар дирак теңдеумен сипатталады және олардың бірқатар қасиеттері осы теңдеудің салдары болып табылады. Яғни кейбір лептиндар тұрақты бөлшектер, ал басқалары ыдырайды. Мысалы, тау жуықтап алған кезде 2,19 көбейтілген 10⁻6 секунд. Ал таудың өзін алатын болсақ 2,19 көбейтілген 10⁻13 секундты бізде көрсетеді. Енді бұның тарихына тоқталып кетсек, Нобель сыйлықтары деген секілді. 1988 жылы Ледерман, Шварц және Стейнбергер суреттерде көрсетіліп тұр бұл ғалымдардың. Нейтрино сәулесінің әдісі және лептиндардың дуплет құрылымын көрсеткен үшін және мион нейтриносының ашылу нәтижесінде Нобель сыйлығымен марапатталған 1988 жылы осы 3 ғалым. Яғни мион нейтрино эксперименті де көрсетілген бұл жерде. Яғни 15 электрон атылу нәтижесінен бұл жерде жаңағы мион нейтринолары бізде бөлініп шығады лептиннан. 1975 жылы Мартин Перл тау лептинді ашты. Яғни жаңа 88 жылы Нобель сыйлығын алса 3 ғалым. Мартин Перл 1975 жылы тау лептинді ашты. Ал 1995 жылдың 20 жылынан кейін ғана Мартин Перл сондай-ақ аңызға айналған жаңалық үшін Нобель сыйлығымен марапатталады. Бұл жерде лептин теріс зарядталған, мына жерде лептин оң зарядталған. Олар сәйкесінше бөлшек және антибөлшек ыдыраудың негізгі арналары бойынша бөлінеді. Яғни бұл жерде
минус жаңағы теріс зарядталған тауды алатын болсақ, бұл жерде 17,85% көрсетеді. Ал мына жерде миоми атылған кезде 17,36% көрсетеді. Яғни адрон бойынша алатын болсақ, 63% көрсетіп тұр.